саламатсыздар ма, әріптестер? Сіздердің назарларыңызға білім сапасын басқару жүйесіндегі педагогикалық валиметрия тақырыбындағы мектеп директорлары орынбасарларына арналған біліктілікті арттыру курсының технологиялық модулін ұсынамын. Қазақстан Республикасында әлеуметтік-экономикалық даму жағдайына байланысты білім беру саласы орта білім берудің мазмұны, құрылымы және оқушылардың жетістіктерін бағалаудың жаңа жүйесін енгізуді қолға алды. Барлық кіріктірілген жаңашылдықтар сияқты бұл саладағы білім мазмұнын жаңарту да жедел және тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдауды талап етеді және түрлі жағдайлардың тууына себеп болады. Сондықтан қазіргі талаптарды қанағаттандыратын нақты бір білім беру ұйымын жаңартудың табыстылығы білім беру ұйымдарының директорлары, олардың орынбасарларының біліктілік қызметтеріне тікелей байланысты болады. Бүгінде білім беру саласындағы маңызды ғылыми-педагогикалық міндеттердің негізі 21-ші ғасырдың білім беру ұйымының даму сапасын басқаруды қамтамасыз етуші мектеп директорларының орынбасарларының кәсіби құзыреттілігінің мағынасында екені бәрімізге мәлім. Бұл білім беру ұйымының қызметін ғылыми әдістемелік негіздей отырып, жоспарлауды енгізу және сапалы басқару міндеттілігін енгізу, оның ішінде педагогикалық валиметрия әдістерін, оқушылардың жетістіктерінің деңгейін бағалауда, бақылау, өлшеу материалдарын әзірлеудің құралдық негізін қолдануды, сапаны бағалаудың өзгеріс стратегиясын анықтауға, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдауда, мектеп қызметінің жоспарлаудың ғылыми әдістемелік негіздері, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлауды іске асыруды, білім беру сапасын басқару тиімділігін арттырудағы ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану, оның ішінде қашықтан оқыту технологиясының жаңа контенттер жасау түрлерімен скринкасттар, подкасттар, вебинарларды ұйымдастыруды қарастырады. Аталмыш өзекті сұрақтар біліктілікті арттыру курсының технологиялық модулінде толықтай қарастырылады. Сонымен қатар, бұл бағдарлама барысында білім беру ұйымының директорлары орынбасарларының жұмысын технологиялық тиімділігін жетілдіруге бағытталып құрастырылған. Білім беру ұйымының бағдарламасында оқушылардың пәнді меңгеру деңгейін тексеретін педагогикалық өлшеудің заманауи объективті тәсілі ретінде тестілеуді қолданатынын біз бәріміз білеміз. Педагогикалық валиметрия әдістері бақылау өлшеу материалдарының инструменталды негізі тақырыбын зерделеу барысында курс тыңдаушылары білім беру ұйымдарының директорларының орынбасарларының оқушылардың білім деңгейін бағалайтын тест тапсырмаларын құрастыру әдістерін меңгеріп, қолдану дағдыларын қалыптастырады. Бұл жағдайда педагог қызметтегі қазіргі талаптарды ескере отырып, бақылау, өлшеу материалдарын құру технологиясын білу міндет болып саналады. Тест құру технологиясы модуль материалында осы технологияларды толық қарастырып өтесіздер. Оның ішінде тест тапсырмаларын құрастырудың заманауи тәсілдерін, тест құру кезеңдерін, тест құрастырудың негізгі құралы ретінде тесттің мақсаты мен міндеттері, тестті жоспарлау, оның құрылымы туралы және тестілеуді өткізу ережесі, қойылатын негізгі талаптар, тестілеудің нәтижесін өңдеу, оны жүргізу барысын түсіндіру туралы ерекше құжатпен сіздер толықтай танысасыздар. Тест тапсырманың құрастыру жолдарымен танысасыздар және технологиялық матрица түрінде берілген педагогикалық тестілеу модельдерімен толықтай танысасыздар. Бұл тақырып барысында Қазақстан Республикасының білім беру сапасын бақылаудың ұлттық орталығының тест тапсырманың құрастыруда ұсынған технологиялық тәсілдерін меңгересіздер және оның түрлі деңгейдегі тапсырмаларға қолдана отырып, оқушылардың білім деңгейін анықтайтын бақылау өлшеу материалдарын құрастыруды үйренесіздер. Келесі білім сапасын басқару тиімділігін арттырудағы ақпараттық коммуникациялық технологиялық модульдағы тағы бір өзекті тақырып деп айтуға болады. Бұл білім беруді басқару және ұйымдастыру үдерістерінде заманауи ақпараттық коммуникациялық технологияларды тілімдік қолдану арқылы білім беру ұйымдарының директорларының орынбасарлары ақпараттық талдау әрекеттерін іске асыруды жаңа деңгейге көтереді. Нәтижесінде жалпы білім мектептегі білім беруді үдерісінің сапасын арттыруға қол жеткізеді деп жоспарланады. Осы жағдайда педагогикалық мониторинг арқылы оқытудың сапасын бағалау үшін педагогикалық валиметрия қағидалары мен әдістерін қанағаттандыратын мықты құралы ретінде Microsoft Excel бағдарламасының дидактикалық мүмкіндіктері толықтай қарастырылады. Бұдан басқа қашықтан оқыту әдістері, олардың технологиялар мен
танысып, қашықтан жүргізетін курстың және модульдің технологиялық картасының сценарийін құру дағдысы қалыптастырылады. Қашықтан оқытудың жаңа формалары, контенттер жасау, скринкаст, подкаст, вебинарларды ұйымдастыру және осыларды қалай жасау керек екендерін сіздер меңгересіздер. Модульдің сапаны бағалаудан өзгерту стратегиясын анықтауға дейін тақырыбындағы практикалық тапсырмаларды орындау барысында басқаруда шешім қабылдау және оны іске асыратын әдіс тәсілдермен танысасыздар. Басқаруда шешім қабылдаудың алгоритмін құру меңгеру үшін алдын ала ресурс бір қосымшасында берген ақпараттармен толық танысуға сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. Модульдің білім беру ұйымының қызметін жоспарлаудағы ғылыми әдістемелік негіздер тақырыбында мектептің даму бағдарламасын құрастыру дағдысын қалыптастыру мен білім беру ұйымының қызметін жоспарлауда теориялық негізін жасаудың қағидаларымен танысасыздар. Бұл жерде сіздер жоспарлаудың түрлері және білім беру ұйымының қызметін ұйымдастыруға қойылатын талаптарды қарастырасыздар. Оның ішінде мектеп ішілік басқарудағы оқу жылын қорытындылауға педагогикалық талдау жасаудың рөлін бағалайсыздар. Өздеріңіз мектептің даму бағдарламасын жылдық жоспарлауды жасауды, жоспарлаудағы ішкі экспертизалау көрсеткіштерін және критериялар жүйесін жасауды үйренесіздер. Сонымен бірге, сіздерге қашықтан білім беру барысында модуль ресурстармен толық жұмыс істеуге жағдайлар жасалған. Өздеріңіз жеке мүмкіндіктеріңізді есепке ала отырып, модуль мазмұнын меңгеріп, естеріңізге сақтап, практикалық жұмыстарды белгілі бір уақыт көлемінде іске асыруға бағытталған жұмыстарды орындайсыздар. Бұл технологиялық модульдің оқу контенттерімен, яғни жаңа талаптарға сәйкес бақылау, өлшеу материалдарын әзірлеудің әдіс тәсілдерін үйреніп, сіздердің кәсіби құзыреттіліктеріңіз бен біліктіліктеріңіздің деңгейін көтеруге жағдай жасай отырып, білім мазмұнын жаңарту жағдайында білім беру мекемесінің дамуын басқару сапасын жоғарылатуды қамтамасыз етеді деп біз сенеміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.